Қарағандыда бір күндік фирмалар жол жөндеу байқауына қатыспауы тиіс. Сарапшылар өз кезегінде сапаны қосымша бақылауды қамтамасыз етпек. Айта кетейік, биыл Қарағанды қаласы облыста алғашқылардың бірі болып, қала жолдарын орташа жөндеуге техникалық құжаттама әзірлеу бойынша ведомстволық сараптамадан өткен. Алқалы кеңес барысында облыс басшысы қала әкімінен ведомстволық сараптамадан өту тәжірибесін, бұл істің жұмыс сапасына қалай әсер ететінін сұрады. Жол төсеу, жолды жөндеу бағытындағы жұмыстар қашанда кем-кетік іске толы. Бақылау аздығы ма, қадағалау кемшілігі ме? Жөнделіп қолданысқа берілген жолдардың жыл өтпестен ойылып шұңқырға айналатынын жиі көреміз. Осы келеңсіздікті жою үшін жол жөндеу жобасын ведомстволық сараптамадан өткізу мәселесі қолға алынған. Қарағанды облыстағы жолдарды орташа жөндеу бойынша техникалық құжаттамаға ведомстволық сараптамадан өткен алғашқы қалалардың бірі болды. Жұмыс нәтижесі сол, келер жылдан жол жөндеу конкурстарына техникасы, жұмыс күші жеткіліксіз бір күндік фирмалар қатыса алмайды. Бұл ретте сарапшылар өз кезегінде сапаны қосымша бақылауды қамтамасыз етпек. По ведомственной экспертизе нам дало что возможность? Ведомстволық сараптама небір десек, ең біріншіден сараптама қажетті тәжірибесі, құрылғы, жабдығы жоқ фирмалардың жұмыс істеуіне жол бермейді. Екіншіден, маңызды мәселе жол жөндеуге қала аумағында кәсіпорны, техникасы бар жергілікті кәсіпкерлер қарастырылады. Тағы бір талап сарапшы мамандар тарапынан ұдайы қадағалау жүргізіп отыру. Осы талаптар орындалысы қатаң қадағаланып отырса, тәжірибесі жоқ жолды жеңілдікпен жөндеп берем деген алып қашпа фирмалар жол жөндеуге маңайлай алмайды. Яки жолдарды орташа жөндеу бойынша техникалық құжаттамаға ведомстволық сараптамадан өту тәжірибесі сайып келгенде тиімділігін бермек. Қалай дегенмен жол жөндеу ісіне жеткілікті тәжірибесі, құрылғы жабдығы, өзіндік техникасы бар жергілікті кәсіпкерлер жұмылса, кемшілік азаяр. Қала әкімі өз сөзінде келесі жылдың даяр тұрған жолдарды жөндеу жобаларын тексеруге ведомстволық сараптамаға берілгенін атап өтті. Ал аймақ басшысы аудан қала әкімдеріне ведомстволық сараптама жасату керектігін тапсырды. Уважаемые коллеги, акимы районов городов, вы должны по этому механизму сейчас работать. Максим Шолдович, вообще мониторинг сделайте на следующий год, кто разрабатывает ведомственную экспертизу. Принято, сделаем. Облыс әкімі алдағы жылдары Қарағандының жеке сектор үйлері шоғырланған шеткері, көшелерін асфальттауға назар салынатынын атап өтті. Кейбір мөлтек аудандарға 50 жыл бойы асфальтты жол төселмеген айтылды. Бұл ретте биылғы жылы жер үйлер орналасқан көшелердің асфальтты мүлдем болмаған жол учаскелерін жалпы 42 километр жолды ағымдағы жөндеуден өткізіпті. Ал келер жылы қалалық билік су құбырлары мен газ құбырларын төсеу аяқталған және кәріз желілер бойынша жұмыстар жүргізілмейтін көшені орташа жөндегелі отыр. Бұл бағытта қала бойынша шамамен 45 километр жол төселеді деп жоспарлануда. Бақытгүл Матуова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.